Ал қыздар, біз жаңа киіз басу атты биден бастадық. Ал айта қойыңдаршы, ең әуелі киіз басуда не жасау керек? Қошқар мүйіз. Жоқ, ең әуелі киіз басу үшін жүнді жақсылап сабау керек. Жүнді жақсылап сабау керек. Қан құлағына сүт сөгілген тазартып, осын бізге керек сабау таяқшалар. Иә, міне қыздар, қараңдаршы, біз жүнімізді сабап дайындап қойдық. Енді осымен киіз текеметті жасайық. Алыңдар қыздар. Ал айта қойыңдаршы қыздар, мынау жүнді қайдан аламыз? Қой қозымен Қырқып, жүнін қырқып, оны жуып, иә. Сосын тазартып жасағанымыз, е? Әже апаларымыз мына киіз басуды мерекеге айналысып кеткен. Ауылда не болған? Ауылда Адамдар бір үйге жиналып, ән айтып, дастархан жайып, бірге жұмыс жасаған. Иә. Ал енді киізіміз әдемі болу үшін біз не істейміз? Киізіміз әдемі болу үшін біз не істейміз? Ою өрнек салайық, е? Қандай ою өрнек салсақ болады? Қошқар мүйіз ою өрнегін салайық. Тамаша. Ал ендеше қыздар, міне қараңдаршы, қошқар мүйіздің ою өрнегі қандай болады екен? Міне қошқарымыздың мүйізі қандай? Ал жасай қойыңдар. Міне қандай ою? Қошқар мүйіз. Жасай қойыңдар қошқар мүйіз оюын. Жақсы. Мінеки. Жасай қой. Енді жақсылап тұрып сулаймыз, е? Сулаймыз. Сулап, қошқар мүйіз оюды жасайық. Сулап. Міне қошқар мүйіз. Сулап, үстінен жақсылап сулап, алақанымен басып жіберіңдер. Және де, басар. Ал, қаншайым көрсет, қандай ою шықты? Кәне, ақырында башайық. Міне қошқар мүйіз, кәнеке. Міне қандай әдемі қошқар мүйіз ою шықты. Сенде қандай ою шықты? Міне, тамаша. Қаншайым аша қош? Сенің ойың қандай болып шықты? Тамаша. Енді оюларымызды кәне көрсетейікші. Барлығымыз көрсетейік. Көтеріп. Қаншайым? Көрсетейік. Міне қандай әдемі қошқар мүйіз ою шықты. Назарларыңызға рахмет.